Бұл төңіректе керемет Катюн деген өзен бар. Ресей жағынан ағып келеді. Осы өңірлерде таралып, тармақталып жатады. Және бір қызықты ақпарат. Тіпті осы көктем айында осы тауларда мекен ететін аюдың өзі маралды ұстап жеген кезде оның етін жемейді екен. Тек жұмсақ, өте керемет, бүкіл емдік қасиеті бар, күш қуат беретін сол маралдың мүйізін ғана жеп кетеді екен. Ағзасына қуат алып жатқан жайы болса керек. Қандай тамаша. Бұл емдік сауықтыру базасының ең бір жүрегі саналатын жер. Ол мынау пантаварка дейді. Пантаварка деген сөз сол маралдың мүйізін кесіп алып, мына жерде қайнатып сорпаға айналдырады. Міне мына жерде қазір мүйіздерді булады. Мынау сорпаға айналды. Міне арнайы түтікшелер арқылы сонау ваннаға түсетін үйге барады. Тиісті мөлшерде жіберіп отырады. Бұл жерде өңеш тамақты ингаляция жасайтын орын бар. Ингаляция дегеніміз, енді барлығы білер, түсінер, мына бөлмеде 100 градусқа дейін мына пеш жанады, қыздырып. Сөйтіп, бұғының кесілген мүйіздері міне осылай мына тапшандарға жайып қояды. Осы тапшандарға жайып қойғаннан кейін, мынаның ыстығы, буы мүйізге ұрады. Мүйізден ерекше бір хош иісті ауа шығады. Соны астмасы барлар, өңешінде ауруы барлар, әртүрлі гаймориті барлар осы жерге келіп иіскеп, емделіп, өздерінің денсаулығын түзеп жатқан жайы бар. Бұл да бір ерекше керемет процесс. Бір қызығы барлығы табиғи.